Баршаңызға сәлем достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін өздеріңізбен ерекше өте тәтті ауызда еритін періштенің көз жасы деп аталатын бәліштің рецептімен бөлісетін боламын. Бізге алдымен жұмыртқаның сарысы және бөлме температурасындағы сары май, қант, осыларды жақсылап венчикпен болмаса шанышқымен араластырамыз. Оның үстінен қаймағымызды саламыз және илегішімізге қамыр қопсытқышымызды салып илеп отырып, осылай венчикпен бастапқыда, одан кейін қолымызбен осындай видеодағындай жұмсақ қамыр илейміз. Илеп қойған қамырымызды бетін жауып тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Енді салмасын әзірлейтін боламыз. Оған жұмыртқамыздың сарысына қаймақ, қант қосып, оның үстінен сүзбемізді саламыз. Блендердің көмегімен видеодағындай етіп езіп аламыз. Егер сіздерде блендер болмаса, шанышқымен езсеңіздер болады сүзбені. Блендермен езген кезде осындай қою, аздап сұйықтау салма болады. Оның үстінен каша салып, жақсылап араластырамыз. Тоңазытқыштан қамырымызды алып, формамызға осындай шет жақтарына бортик жасап, шанышқымның көмегімен шеттерін түзулеп және әр жерін шанышқылап шығамыз. Осы уақытта пешімізді қыздырамыз және салмамызды саламызда қызып тұрған пеште 180-200 градуста 30 минуттай, яғни коржымыз піскенге дейін, сәл қызарғанға дейін пешімізде ұстайтын боламыз. Енді біз бетіндегі меренгасын әзірлейтін боламыз. Салқын жұмыртқамыздың ағуызын үлкендеу ыдысымызға салып, миксердің жай жылдамдығынан бастап, орташа, одан кейін барып, жоғары жылдамдықта қантымызды аздап отырып, салып отырып, 5-7 минуттай осындай өз-өзін ұстап тұратындай масса болғанға дейін миксерлейміз. Кондитерлік қапшыққа қалаған асатқыларымызды салып, осылай дайындап аламыз. Егер сіздерде кондитерлік қапшық болмаса, қолдарыңызбен, қасықпен қоя салсаңыздар да болады. Болмаса, менікіндей осылай сәндік ретінде осындай узорлар салып қойып шықсаңыздар да болады. Ағуыздарымызды толық видеодағындай етіп қойып болған соң, қызып тұрған пешімізге 2-3 минутқа салып аламыз. Яғни біздің ағуызымыз видеодағындай қызаруы керек. Осы уақытта бетіне үлкендеу ыдыспен жарты сағатқа қойып қойсаңыздар, майда моншақтар пайда болады. Болмаса, меніңкіндей етіп суытып барып, дастархандарыңызға ұсына берсеңіздер болады. Негізі сіздерге кеңес ретінде айтайын, бұл пирогты суыған соң тоңазытқышқа кем дегенде 2-3 сағатқа қойып барып кессеңіздер, нық кесіледі. Мен деген 40 минуттың ішінде тұрды, сосын кесіп дастарханға ұсындым. Соның өзінде формасын жақсы ұстап тұр. Дәмі деген өте керемет, ауызда ериді. Меренгамен, сүзбемен, творожный коржбен өте қатты үйлесіп, керемет дәм береді. Достар, егер менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.